23 жылмен салыстырғанда осы 24 жылда кадр тапшылығы, әсіресе дәрігерлердің тапшылығы 19%-ға азайған. Ал орта буынды мамандағы мейірбикелердің тапшылығы 15%-ға төмендеген. Ол не үшін? Осы 2 жыл бұрын үлкен заң қабылданған болатын. Осы дәрігерлерді, медицина қызметкерлерді қолдау үшін кәсіптік кершілікті сақтандыру жүйесі енгізілді. Қазірдің өзінде барлық біздің медициналық қызметкерлеріміз кәсіптік жауапкершілік бойынша сақтандырылған. Сонымен қатар ауылда тар буынды мамандарға, немесе тапшы мамандарға 8,5 миллион теңгедей үстемақы берілетін осы міндеттеме енгізілген өткен жылдан бастап. Өткен жылдың өзінде 250 жас түлектер ауылға барған, осы 850 миллион теңге үстемақы алған. Осы жылы ондай түлектердің саны 300-ге жетті. Одан басқа әрбір облыс, әрбір регион қосымша жаңағы үймен қамтамасыз ету, басқа да жаңа үстемақыларды беріп жатыр. Қазірдің өзінде біздің статистика бойынша 1400-дей жаңа түлектер, жас түлектер қосымша жаңағы әлеуметтік жағынан қолдау тапқан. Соның 850-і осы ауылдық жерлерде әлеуметтік жағынан қолдау тауып жатыр. Үймен қамтамасыз етуде өте маңызды болып табылады. Осы жылдың өзінде 800-ге жуық мамандарымыз үймен қамтылған. Осының көбісі осы жергілікті атқарушы органдардың, медициналық ұйымдардың осы кадрларды сақтап қалу үшін бағытталған жұмыс.